Қайырлы таң, қалайсыздар, амансыздар ма? Үшін қатының екі қабат бармайсың ма қасына? Изменщик, анау мынау деп отқандар. Я келдім қазір. Бұйыртса жаңағы болайын деп тұрған сияқты. В общем, не жағдай, не болған бәрін инстада емес, басқа жақта түсіндіремін. В общем, әңгіме мынандай болған ғой, былай қысқа нұсқа айтайын. Менде заблокированныйда бір қыз жатқан. Сол қыз каким-то образом инстаграмда жоғары шыққан, астынан төт жоғары. Оған жаңағы айттым, оллахи мен қатысым жоқ, білмеймін дедім, потому что заблокировать ететін өзі де всегда. Оны мен разблокировать етпеймін, мен зачем? И сонымен дәлелдемей қойдым, ол маған изменщиксің, анау-мынау. Сонда хайвай болады, ой, короче, таң азан дейді. Сен берсең ажырасайық дедім. Қалай дәлелдеймін, уже шашып кеттім одан. Или баяғы жүргендерім влиять етем, сондай, или қазір гармония сондай ма, короче. Мен, короче, бір кәдімгідей серьезно болып кетті тірліктің. И этот идейлер ұрысты, короче. Шынымен мен қатым жоқ дедім. Мен бір жағынан ойладым, қазір гармония ойнаватқан шығар. Дұрыстап сөйлесу керек. Сонымен сөйлесіп, вроде нормально басылғандай, білмеймін. Қазір әшін радомға келгенімізде қатты не істемей тұр ма, атлакивать етіп. Така қасына жүре тұрсын деп тұр ма, білмеймін. Но все-таки, грубо говоря, енді оқырмандар сіздермен бірге мен ашық сөйлесем быстро. Көті бастырысып тұр енді. Хотя мен кінәм жоқ, білмеймін шешейін. Мен кінәліп, адамдарда мағайын жоқ қаны. Врач, короче, қатының ұсақ піл бар деп шығарып жіберді. Короче, радомда пәтермен ұсақ піл деп жіберген ғой. Блогымен алған піл, екі-үш бала шағыз бар адам сияқты опытын емес, не бірдеңе ақ білесен. Маған бәрін нақты айту керек осынша ап келді. А то мен пейілім, ала көрем. Сол, қазір енді. В общем, көңілін аулап, қазір туатын болса соны жеңіліне қою үшін кінәм жоқ болса да басымды иіп кеп тұрған жайым бар енді. Солай анау мені жазған қатын сымақтар, сен өзбек изменщик анамды жазды, ақуя жазған көрші, мен жамандапшы. Көтамарандар сендер алдымен білсеңдерші, ол үшін мен істедім, солай істемедім ба. Мен ақша туралы бірдемелер айтып. За что, скажите мне, за что? Мен қиналып жүрмін. Өмір болсын ка. Не істемейін тойың ба? Иә, той. Привет, қалайсыңдар? Қалдарыңыз қалай? В общем, алдындағы маған жасалған жаңағы видеоны таптым, кстати. Оқырмандарым тауып берді. Кеше тауып берді. Негізі кешеден бері инстаграмға шыға алмадым. Кешке қарата көріп қалдым да, мә дедім оған деген жаңағы қалай мынандай американецтің адам мен сияқты қылып тауып бетін жауып сөйтіп істеп жүргенін айтамын да. Мен қазір шын айтқанда олмен айналысатындай болып отқан жоқпын. Так тойымның шаруасымен. Бірақ мен бұйырса ол адамды табам бірдеңе қылып. Енді қалай табуға болатынын білмеймін, бірақ аккаунты подписчигі жоқ. Либо құсыныш деп қоя салам, білмеймін енді. Потому что көре алмайтынын көре алмайды, не жасаса да. Аллах тағала көріп тұр, екі есе оған береді ғой, жазасын. Сондықтан міне көріңіздер. Туралы айтып кетейін. Тойды енді әркім әртүрлі ойлап жатыр ғой, неге сатып жатсыңдар, ана-мынау деп та. Әркім өзі біледі. Сата ма, мысалы да, курс сата ма, той сата ма, принципе да. Қазір енді сондай заман. Қазір адамдар кино қарамайды, қазір инстаграмда әркімнің өмірін қарайтын заман. Өмірінің не болып жатқаны, және де біз просто так өміріміз емес, біз просто халықтың алдында жүргеннен кейін блогер болу да оңай емес, кәдімгідей еңбек. Кәдімгі оңай жұмыс жоқ негізі бұл өмірде. Блогер болу да өте қиын, сондықтан да тойды
былай не істегенше лучше біз сатайық деп шештік, потому что бізді СНГ қарайды. Тек қана Ақтау емес, только Алматы емес, полный СНГ қарағаннан кейін бүткіл халық